Бас прокуратура мен Интерпол ұлттық орталық бюросы Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің жәрдемдесуімен Түркия Республикасынан бірнеше рет алаяқтық жасаған үшін іздеуде жүрген Қазақстан Республикасының азаматшасын елге қайтарды. Күдікті 2024 жылы Қызылорда қаласында жәбірленушілерге зергерлік бұйымдарды төмен бағамен сатып алып беремін деп уәде беріп, алдау жолымен олардың ақша қаражаттарын иемденген. Оның қылмыстық әрекеттерінің салдарынан 8 адам жапа шегіп, оларға жалпы сомасы шамамен 130 миллион теңгеге материалдық залал келген. Қылмыстарды жасағаннан кейін күдікті ел аумағынан тыс жерге бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланған. Жүргізілген іздестіру шаралары барысында ол Түркия Республикасының аумағында ұсталды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды. Оған тағылған қылмыстар үшін мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.